Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода созылмалы панкреатиттің өршуіне, яғни обостренияға не себеп болатынын атап өтемін. Оның негізгі себептері: біріншісі диетаны бұзу, екіншісі тамақты көп мөлшерде өте тойып ішу, үшіншісі көктем мен күз мезгілі, төртіншісі аш қарынға тәтті тағамдарды жеу, бесіншісі тіске басарлар, перекустар, алтыншысы жиі тамақ ішу. Жетінші фактор бұл қатты стресс. Сегізіншісі бұл вегетарианство, веганство. Тоғызыншы пункт бұл аштықтау, голодание. Оныншысы бұл ауырып тұрған органды ұйқы безінде жылыда ұстау. 11-шісі дәрігердің тағайындауынсыз дәрі-дәрмек ішу. 12-шісі дәрілерден болатын кері әсерлер, яғни побочные эффекты. 13-шісі бұл түрлі шөптерді ішу, фиточайларды ішу. 14-шісі бұл улану, яғни отравление. 15-шісі өз-өзіңізге массаж жасау, 16-шісі жүктілік, 17-шісі спорт, 18-шісі ауыр заттарды көтеру, 19-шы себебі тренажерлік залға бару, келесі алкоголь, шылым шегу, келесі фактор омыртқа проблемасы. Осындай себептері бар. Әрқайсына тоқтала кетейік енді. Панкреатит өршуінің, яғни обостренияның ең басты себебі атап өткендей бұл диетаны бұзу. Диетаны сақтау өте қиын екенін білемін, түсінемін, бірақ бар күшті салып, оны сақтауға тырысу керек. Әсіресе қуырылған, майлы, ащы, қатты, тұздалған алкогольді, шикі жемістер мен көкөністерге көз салмай, олардан бас тарту керек. Аптасына 1-2 рет кішкене бір уыс жаңғақ, не мармелад сияқты тәттілерді, ағзамызға неғұрлым қауіптілігі аздау тәттілерді жеп, кейде өзімізді еркелетіп отыруға болады. Себебі біз аурудан онсыз да депрессияда жүреміз. Оның үстіне диета ұстау, көп нәрсеге шектеу қою әрине қиын. Бірақ бара-бара диета ұстай отырып, аталған қауіпті тағамдарды өзіңізде жегіңіз келмей кетеді. Оның үстіне диеталық тағамдарды тәтті, дәмді етіп пісіруге үйренесіз. Әрине мен де басында күнде жылап та жүрдім, диета ұстағым келмей. Оның үстіне ұйқы безім, тұла бойым ауырып, салмағым түсіп, содан соң өзімді қолыма алып, тек қана диета мен стресстен арылу арқылы өзімді жаймен ретке келтіре алатынымды түсіндім. Кейде ұйқы безім ауырып та тұрады. Мысалы, жаңа жылда өте майлы тамақты жеп, ауру шаншу деген 1-2 апта ма, бір ай ма болмаған менде ауру шаншу сезімдері. Содан барлығын ұмытып кетіп, басқалармен бірге майлы тамақты жеп, мандаринді шыдамай көп мөлшерде асап алғанмын. Өйстіп 1,5 жылда бірінші рет осы мандаринді жегенмін. Біреуін байқап қарадым, жартысын мандариннің. Келесі күні бір мандаринді толықтай жеп алдым. Келесі үшінші күні бірнеше мандаринді күніне жеп, оның үстіне банан жедім көп мөлшерде. Содан қаймақты көп мөлшерде асап алдым, жаңа жылдық мейрам болғасын. Содан қайтадан обострение болып, өзімді спазмолитик ферменттерді қайтадан ішіп ретке келтіріп жүрдім. Ол спазмолитиктарды ішуге 2 апта уақыт кетеді, себебі спазмолитик мен ішетін күніне 2 рет 14 күн ішу керек, және ферменттерді бірінші 10 күн күніне 3 рет, келесі 10 күн күніне 2 рет, және келесі 10 күн күніне 1 рет ішіп ферменттерді тамақтан содан кейін біртіндеп оны тастап отыру керек. Өйстіп обострение болған сайын осы дәрі-дәрмектер, препараттар қайтадан оралып отырады. Оны болдырмау үшін әрине диетаны ұстау керек. Қазір енді жаңа жылдан кейін тексерілу керек маған. Ол үшін жақында УЗИ брюшной полости өттім. Онда барлығы бұрынғыша енді сол созылмалы панкреатит бар екенін анықтады, және бұрынғыша өт қабында 4 тас бар екен кішкентай, бірақ өт толмаған. Және панкреатиттік эластазаға анализ тапсырдым, онда барлығы жақсы болып шықты. Нәтижесі бүгін общий анализ крови, яғни қанға жалпы анализге тапсырдым қанды, және биохимияға, оның ішінде холестерин мен билирубинді тапсырып, енді гастроэнтерологқа бару керек бұйырса. Осы диетаны бұзбау үшін айтып кеткенде, кейде жаңғақ, мармелад сияқты қауіптігі біз үшін аздау тағамдарды, тәттілерді аптасына 1-2 рет аз мөлшерде ғана жеу керек. Мен мандаринді жеп қойдым ғой, көп мөлшерде сондай етіп көп жеуге болмайды екен. Өйстіп өзімізді еркелетіп отыруға болады кейде. Сонымен бірге диетадан жалықпай, оны дәмі жоқ тағамдарды жек көрмеу үшін диеталық асты дәмді етіп пісіріп үйренген жөн. Диетаны бұзбаудың басты себебі бұл мен үшін әрине қорқыныш. Қайтадан бастапқы панкреатит басталған қалыпқа келгім келмейді. Сондықтан диетаны барынша ұстауға тырысады адам. Панкреатит өршуінің келесі себебі бұл тамақты көп мөлшерде тым қатты тойып ішу. Мұнда ең өкініштісі, сіз диетаны бірнеше ай бойы дұрыс ұстап келіп, бірақ диеталық тағамдар болса да, оларды көп мөлшерде бірден өте қатты тойып жеп алсаңыз, онда да панкреатит өршуі мүмкін екен. Содан барлық тырысқан диетаны ұстаған еңбегіңіз далаға кетеді. Сондықтан есте сақтап жүрген
есте сақтап жүру керек. Ешқашан ұйқы безіне ауыртпалық түсіріп, диеталық болса да тамақты өте көп мөлшерде ішпеу керек. Келесі фактор бұл көктем мен күз мезгілінде панкреатит өршуі мүмкін. Бұл мезгілдерде асқа қатты көп тамақтың түрін қоспай байқап жүру керек. Диета аса қатты ұстаңыз бұл мезгілдерде. Тек панкреатит емес, адамдарда көктем күз мезгілінде көптеген аурулар өршиді, обострение болады. Сондықтан бұл мезгілдері аса қатты сақтанып жүру керек. Келесі бұл аш қарынға тәтті тағам жеу. Бұл өте үлкен қателік. Мен мұнда диеталық тәтті тағам туралы айтып отырмын, себебі панкреатит бар адам әрине шоколад, кәмпит, торт сияқты тәттілерді онсыз да жемейді. Мен аш қарынға мармелад, піскен алма, галет печеньесін шаймен ішу туралы айтып отырмын. Бізге болатын диеталық тәттілер. Яғни осы мармелад, піскен алма, галет печеньесі, осыларды аш қарынға тіске басар, яғни перекус ретінде басты тағамнан таңғы түскі астан бөлек жемеу керек екен. Мұның себебі тәттіден қандағы қант құрамы жоғарылап ұйқы безін тітіркендіріп отырады, онсыз да қабынып отырған ұйқы безін. Сондықтан аш қарынға тәтті жемей, шай ішпеуге кеңес беремін. Ол тәттілер мен шайды басты астан соң, яғни түскі, таңғы, кешкі асты ішіп аласыз ғой, содан кейін бірден не жарты сағаттан кейін жеп ішуге болады. Шай мен галет печеньесін немесе тәтті алманы жеп. Келесі фактор панкреатит өршуіне себеп болатын бұл тіске басарлар, яғни перекус. Диета кезінде тіске басар пайдалы деп жатады көбі, бірақ ұйқы безі ауыратын адамдарда бұл орган артық рет тітіркеніп, оған ауыртпалық түсіп отырады. Тамақты әр 3-4 сағат сайын толық көлемде бірден ішкен дұрыс. Егер сіз жолда келе жатып бір нәрсені тіске басыңыз келсе, аштықтап, онда ештеңе қосылмаған йогурт жеп, не ащы емес кефир ішуге болады. Ащы емес айран, яғни. Келесі себебі панкреатит өршуінің бұл жиі тамақ ішу. Диета ұстағанда кішкене мөлшерде күніне 5-6 рет тамақ ішу керек деп жатады. Бірақ айтып кеткенімдей, кішкенеден бірнеше рет тамақ ішіңізге түсіп, ұйқы безін артық рет тітіркендіріп отырады. Себебі әр тамақ ішкен сайын ұйқы безі ферменттер бөліп еңбек етіп отырады. Ал ұйқы безі ауыратын адамдарда әр тамақты кішкене мөлшерде жиі қорытып, ферменттерді көп мөлшерде бөліп отыру қабынған ұйқы безі үшін өте қиын. Сондықтан оны аяп, ұйқы безіңізді күніне 3-4 сағат сайын 3-4 рет тамақтанған дұрыс. Себебі ұйқы безіне де тынығып алу керек осы 3-4 сағат уақыт аралығын уақытта. Келесі фактор бұл қатты стресс. Бас мие мен ішек асқазан жолдары органдары арасында нерв бар, байланыстыратын оларды. Блуждающий нерв дейді, қазақшасын білмедім. Сондықтан бір нәрсені қатты қобалжып, уайымдап жүрсеңіз, ішкі органдарыңыз бар энергиясын сол стресске жұмсап, ауру сезімі осыдан да туындап отырады. Келесі фактор бұл вегетарианство, веганствоға бас бұру. Яғни бұл кезде адам өсімдікті тамақ ішуге бет бұрады, содан оның ағзасына жануардың белогы майы жетіспейді. Яғни адам етті тағамдарды жеуден бас тартады, вегетарианствоға бас бұрған адам. Осыдан қажетті заттар еттен бөлінетін ұйқы безі үшін пайдалы, солар жетіспей отырады. Себебі ұйқы безі органының қабыну кезінде жануардың белогы майы өте пайдалы. Ал өсімдіктен ағзаға бөлінетін клетчатка, әсіресе шикі түрінде тек жеміс көкөністермен тамақтану, іш кебуі, метеоризм, содан іштен жел шығаруды көбейтіп, ішектің тыныштық күйде болмауынан да ұйқы безіне ауыртпалық түсіп отырады. Ішек ауырғасын, ол да ұйқы безіне кері әсерін береді. Панкреатит өршуінің келесі себебі аштықтау. Аштықтау, яғни голодание. Барлығы білетін бұлар, панкреатит кезінде адам өзін салқында, аштықта және тыныштықта ұстау керек бірінші күндері. Яғни холод, голод и покой. Бірақ бұл атап өткен үш нәрсе приступ болған кезде ғана керек, бірақ приступ басылған соң жаймен тамақ іше бастау керек. Панкреатит кезінде сізде қалай екенін білмеймін, менде тәбетім, аппетитім жақсы болған. Комментарийде сұраған, емделіп жүргенде тамақ ішпеу керек пе деп. Әрине тамақты ішу керек, және режимді дұрыс сақтап, тамақты мезгілмен режимді бұлжытпай ішіп отыру керек. Емделіп жүрсеңізде. Аштықтаған кезде асқазаннан көп мөлшерде сөл қышқылы бөлінеді, одан панкреатит туындауы мүмкін. Егер панкреатит бар болса, оған гастрит те қосылуы мүмкін аштықтап жүргенде. Панкреатиттің үстіне гастрит те қосылса, ол әрине қиынға соғады, себебі ұйқы безімен қатар асқазанында жайын ойлап жүру керек. Келесі себебі панкреатит өршуінің бұл жылыту. Жылылықта ұстау бұл органды. Ауырғанда адам ауырған жерін жылытып, грелка қойып емделемін деп қателеседі. Ұйқы безі қабынғанда, асқазан ауырғанда бұл органдарды ішті жылытуға болмайды екен. Мен де басында қателесіп, жылы нәрсе ұстап ішіме, содан ауырту кетеді деп ойлап жүргенмін. Қабынған органды жылытуға мүлде болмайды екен. Холод, голод и покой керек деген соң салқында ұстау керек бұл органды, ұйқы безін. Мен морозильниктен осыны біліп
яғни мұздатқыштан салқын мұздалған тағамды қаптамадағы соны алып, оны ауырған кезде матаға орап, алдыңғы жағынан ішіме аз ғана уақыт 2-3 минуттай ұстап жүрдім. Кішкене ауыртпалық сезімін жеңілдетеді екен. Монша, саунаға бұл кезде әрине болмайды баруға, ол қабынған ұйқы безі үшін өте қауіпті. Тек ұйқы безі емес, өт қабында тастар бар болса да, моншаға бармауға кеңес беріледі. Келесі себебі панкреатит өршуінің бұл дәрігердің тағайындауынсыз дәрі-дәрмек ішу. Көбі дұрыс дәрігерді таба алмай, өзіне жақсы дәрігерді іздеуден жалығып, өздігінен интернеттен дәрілерді іздеп, соларды ішіп отырады. Бұл сөзсіз өте қауіпті. Мен видеоларымда да айтпаймын, маған дәрігер қандай дәрмектерді жазғанын. Себебі маған баратын препарат сіз үшін қауіпті болуы мүмкін. Әр адамға дәрінің беретін пайдасы әр қалай. Сізге жаққан дәрі маған бармауы мүмкін. Дәрігер өтімде тас болғасын, панкреатитке ем жазған кезде соны есептеп отырады, есепке алып. Біреуде гастрит, не асқазанда эрозия бар екенін есепке алу керек дәрігер. Дәрі-дәрмекті тағайындаған кезде. Өт айдататын шөптер, дәрілерді өз бетімен ішу, сондықтан өте қауіпті. Біреулері білмейді, онда тас бар жоқтығын. Сондықтан біз дәрігер емеспіз, сондықтан өз бетімізден дәрі өзімізге тағайындамай дәрігерге барайық. Спазмолитиктер, оларға ношпа, дюспаталин сияқты дәрілерді өз бетімен алып ішкеннен асқазан сөлінің қышқылдығы көтеріліп, асқазанда жарылар пайда болуы мүмкін. Сондықтан ауруды басатын спазмолитиктерді де жөнсіз қабылдай алмаймыз. Келесі бұл антибиотиктерді мүлдем өздігінен ішуге болмайды. Бұл сөзсіз өте қауіпті болуы мүмкін. Келесі бұл дәрілерден болатын кері әсерлер, яғни побочный эффекті. Панкреатит үстіне қандай да бір басқа аурумен ауырып жүріп, содан ішетін дәрілерден де ұйқы безіңізге ауыртпалық түсуі мүмкін. Сондықтан бұл жөнінде де дәрігерге ескертіп, айтуыңыз керек сізде панкреатит бар екенін. Дәріден болатын побочный эффект, яғни кері әсер, оларға язва, ішке бу, диарея, құсу, жүрек айну, осындай кері әсерлер, манағы инструкциясы болады ғой әр дәрі-дәрмектің, солардың ішінде жазылып тұрмау керек. Келесі бұл түрлі фиточай сияқты шөптерді ішу өздігінен. Бұл да дәрі сияқты дәрігердің жазылуымен ғана ішілуі керек. Оның өзінде де сіздің ағзаңызға жақпай қалуы мүмкін бұл шөптер. Көбінесе шөптерден асқазан сөлі қышқылдығы көтеріліп отырады, ал панкреатит кезінде ол қауіпті екенін білеміз. Сондықтан кез келген шөптерді көп мөлшерде алып іше бермеңіз. Келесі себебі бұл улану, яғни отравление. Тамақтарды тек қана балғын күйінде ішу керек, яғни свежі болып тұрғанда. Және оларды дұрыстап тексеріп қарап байқап ішу керек. Себебі улану кезінде, немесе ұшынған кезде қабынған ұйқы безіңіз одан сайын ауырсынады. Ашыған не ашып кеткен лас тағамдардан ішке түскен паразиттер өт жолына түсіп, ферменттердің өтуіне кедергі болып, панкреатитті өршіктендіреді. Сонымен қатар улану кезінде ағзада токсиндер толып, бактериялар да көбейіп, ол әрине ұйқы безі үшін қауіпті. Келесі себебі өз-өзіңізге массаж жасау, ауырып тұрған жеріңізге, ол үшін тәжірибелі маманға барған жөн. Себебі өзіңізге, өз ішіңізге массаж жасап, қандай да бір нервті дұрыс баспай, невралгиялық проблемаларда қосылуы мүмкін панкреатиттің үстіне. Келесі себебі бұл жүктілік. Жатыр өскен кезде ішкі органдар жылжып, қысылып, одан да панкреатит өршуі мүмкін. Келесі себебі бұл спортпен айналысу. Спорт туралы алдыңғы видеода айтып өткенмін, қандай түрмен айналысуға болады, қандайына шектеу қою керек екенін. Келесі бұл ауыр заттар көтеру. Бұл да спортпен айналысу сияқты ұйқы безіне ауыртпалық түсіреді. Тренажерлік залға баруда себеп болуы мүмкін. Бұл әрине приступ, обострение кезінде тренажерлік залға бармайсыз. Егер ремиссияда болсаңыз, байқап, жұлқынбай, абайлап жаттыққан дұрыс. Ал ауыр заттарды ремиссия кезінде де көтеруге болмайды. Жүзу, жеңіл гимнастикамен айналысу, жаяу серуендеу, велосипедті жаймен айдауға болады. Келесі себебі бұл алкоголь, әрине темекі шегу. Олар қауіпті екенін бәрі біледі, бірақ та неліктен олар қауіпті екенін көбі ойланбайды. Алкоголь, темекі, ішек асқазан жолы органдарында спазм тудырады. Асқазанда тамақ болмағанда оның сөлінен көп мөлшерде ферменттер бөлінеді. Одан асқазан өз-өзін қорыта бастап, ол қауіпті болып келеді ұйқы безі үшін. Алкоголь мен никотин сонымен қатар зиянды заттармен ұйқы безін бүлдіреді. Сондықтан алкоголь, темекіні мүлдем тастау керек. Келесі бұл омыртқа проблемасы. Ол да ұйқы безіне әсер беруі мүмкін. Сондықтан МРТ арқылы омыртқаңызды тексертіп отыру керек ауырып жатырса. Бұл атап өткендерім созылмалы панкреатит өршуіне, яғни обострениені туғызуы мүмкін себептер. Қандай да басқа себептерін білетін болсаңыз, комментарийге жаза салыңыз. Біз үшін бұл қызық. Видео қызық болса лайк басып, каналыма жазылыңыз, таратыңыз. Біреуге пайдасы болар деген үміттемін видеомнан. Үлкен рахмет.